Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге слайд жасаған кезде әдемі шаблондарды іздеп отырмау үшін сіздерге дайын шаблондар әрі тегін шаблондармен бөліскім келіп тұр. Ол үшін біз Google Chrome'ға кіреміз. Поисққа presentationcreation.ru деп жазамыз. Сонда бізге мында екінші жолда шығып тұр. Осы сайтқа кіреміз. Бізде өте қызықты сайт шығады. Мінекей дайын шаблондар, инфографика, PowerPoint-тағы презентациялар, мінекей кітаптар бар, бұның ішінде статьялар бар. Осы сайт туралы білуге болады осының ішіне кіре отырып. Мінекей қазір біз шаблондарға тоқталайық. Шаблоны деп тұрған жерге мышканы жай ғана апарсаңыз жеткілікті. Мұнда астына тақырыптар шығады. Өте көптеген тақырыпта, әртүрлі тақырыпта осындай дайын шаблондар бар. Біз қазір образование деген таңдайық. Көп жерде ұстаздар слайд жасап жатады. Сол үшін образование таңдап көрсетейін. Астыға қарай түсеміз. Бізде әртүрлі тақырыптарда дайын шаблонда бар. Мысалға литература, химия деп тұр, тарих, философия, өте көп пәндерге арналған дайын шаблондар бар. Физикаға, информатикаға, социология барлығына дайын тұр. Қазір енді осының ішінде біреуін таңдап өзгертіп көрейік. Мысалы физиканы таңдап астында подробный дегенді басамыз. Бізге слайд шығады. Астыға қарай түсейік. Мінекей жалпы неше беттен тұрады, олардың интерфейсі қандай барлығы мінекей көрініп тұр. Үлкейтіп көргіңіз келсе міне астыға қарай түсуге болады. Мінекей өздігінен ауысып отырып көрсетеді. Егер де осы жердегі қарап отырып сізге осы сайт ұнайтын болса, тағы да астыға қарай түсіп, скачать дегенді бассаңыз жеткілікті. Сізге PowerPoint түрінде, яғни кәдімгі слайд түрінде сізге скачать етіледі. Мінекей осыны басайық. Экран төменгі жағына қарасаңыздар, слайд жүктелді. Оның үстін бір рет басып, слайдымызды ашамыз. Одан кейін жоғары жағына қарап отырсаңыз, разрешить редактирование деген бар. Соны міндетті түрде басамыз, әйтпесе біз слайдты өзгерте алмаймыз. Мінекей осының үстін бастық. Енді мында физика деп тұрған жазуды өзгертейік. Осы жазудың үстіне бір рет басып, қалаған сөзімізді жазамыз. Мен мысалға сабақтың тақырыбы деп жазайын. Енді келесі слайдқа өтейік. Мында жазулар тұр. Осының үстін басып, сөздерін өзгертуге болады, сурет, видео қоюға болады. Жалпы слайд жасап жүрген маман болсаңыз, барлығын өзгерте аласыз деген ойдамын. Мен мына жерге сабақтың мақсаты деп жазайын. Енді келесі бетке өтейік. Мында сандар тұр, жазулар тұр. Соның барлығын мінекей үстінен басып тұрып өзгерте бересіз. Келесі бетке өтсек, мында кішкене ғана элементтер тұр. Соны алып тастауға немесе тағы да басқа элементтер қоюға болады. Жалпы енді өздеріңіз қарайсыздар. Мінекей үлкейтіп ашып көрейік. Мінекей осындай әдемі көрініспен дайын тегін шаблондарды пайдаланып осылай слайдыңыз жасасаңыз болады. Енді қайтадан сайтқа өтейік. Инфографика дегенге барайық. Оның ішінде мінекей осындай түрлі инфографика қойсаңыз болады. Бұл слайдтың ішіне кіргізетін дүние. Осының ішінен біреуін таңдап ашып көрейік. Мұнда суреттің астыңғы жағына подробнее деп жазылып тұр. Соның үстін басамыз. Сол кезде бізге тағы бір бет ашылады. Астыға қарай түсеміз. Бізге толықтай үлкейтіп көрсетілген түрі бар. Осы егер ұнаса астыңғы жағында скачать деген түр, соны басып жүктей аласыз. Сол кезде мұндағы түстер, жазулар, сандар барлығын PowerPoint-қа салып өзгерте бересіздер. Осылай слайдыңызды әдемілеп әсемдей аласыз. Мұнда презентация PowerPoint деп тұр. Осы көрсетілген тақырыптарға PowerPoint-та жасалған презентациялар бар. Ашып көрсеңіз болады. Әр жылдың PowerPoint-ын қалай пайдалану керек, сол туралы кітаптар, әрмен қарай өзіңіз енді ашып көре берсеңіз болады. Жалпы сайт туралы статьяның ішінде де жазылған. Ол сайты деген жерде де бар. Өздеріңіз ашып көре бересіздер. Немесе мұнда по сайту дегенге қалағандарыңыз жазып іздей берсеңіздер болады. Өте керемет сайт, тегін әрі креативті шаблондармен жасалған.
Мінекей менің айтқым келген сайт осы. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.